Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге бикеш саусақтары, яғни дамский пальчики деп аталатын торттың жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм салқын суымызды құямыз және оны қайнатып аламыз. Қайнап тұрған судың үстіне 80 грамм сары майымызды салып, жақсылап тұрып ертіп аламыз. Және 1 шай қасық тұз салуды да ұмытпаймыз. Жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне 200 грамм қана ұнды салып, жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Осындай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып илеп аламыз. Небары 2-3 минут қана уақыт кетеді. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды басқа ыдысқа салып, мұздатып аламыз. Барлық жұмыртқаны бірдей салмаймыз. Бір-бірден салып, жақсылап тұрып, блендермен араластырамыз. Сіздерде блендер болмаса, шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Барлық жұмыртқаларымызды бір-бірден салып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Бұл тортымыз көп затты талап етпейді және өзі бірден жасалады. Небәрі 1 сағатта өте әдемі торт дайындайтын боламыз. Кез келген қонақтарыңызға жасасаңыздар болады. Заттардың барлығы қолжетімді, өте берекелі торттардың бірі. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай видеода көрсеткендей қоюлықта болады. Біздің қамырымыз ешқандай дем алдырмаймыз. Қамырымызды бірден пергамент төселген табамызға дәл осындай қасықтармен жайғастырып шығамыз. 1 шай қасықтан толтырып салып шықсаңыздар сол жеткілікті. Өйткені пісу уақытында біздің корждарымыз өте үлкен болып кетеді. Міне біздің қамырларымыз дайын. Қалған қамырларымызды дәл солай пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 10 минут қана пісіріп аламыз. Піскен қамырларымызды жақсылап тұрып суытып аламыз. Қалған қамырларымызды да дәл солай салып пісіріп аламыз. Енді біздің тортымыздың кремін дайындаймыз. Құрғақ ыдысқа 15 немесе 20% қаймақ саламыз. Және 200 грамм қант салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осымен біздің креміміз дайын. Қаймақ пен қантты жақсылап араластырып 5 минутқа қойып қойсаңыздар, өте әдемі крем дайын болады. Міне біздің қамырларымыз пісіп шықты, жақсылап салқындатып алдық. Енді кремдерге батырып, ыдысымызға теріп шығамыз. Мен қазір үлкен бір ыдысқа дайындадым. Сіздер бөліп-бөліп 3-4 тарелкаға жасасаңыздар да болады. Астыңғы бөліктеріне кремді жұқалау жағамыз, қалған бөліктерін қалыңдау етіп жағамыз. Міне біздің тортымыздың бірінші қатары дайын. Қалған корждарымызды да дәл солай араластырып кремімізге теріп шығамыз. Өте жылдам жасалатын біздің бикеш саусақтары тортымыз дайын болды. Үстіне өздеріңіз қалаған шоколадтарыңызды сепсеңіздер болады. Міне құрметті көрермендер, біздің өте дәмді, экономды және жылдам жасалатын тортымыз дайын болды. Кез келген қонақтарыңызға сөзсіз ұнайтын, дастархандарыңызға ерекше әсемдік беретін біздің бикеш саусақтары тортымыз дайын. Дайын болған тортымызды холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағатта біздің барлық кремдеріміз жақсы сіңіп, біздің тортымыз ауызда еритін үлпілдек өте дәмді торт болады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.